Болашақ сарайында аймақтық, өңірлік айтыс өткелі жатыр. Бүгінгі жыр арқауы Жабал Ерғалиұлы. Жабал Ерғалиұлының 70 жасқа толуына байланысты Болашақ сарайында ұйымдастырылған жас ақындар айтысына келіп отырмыз. Мектеп ұжымы айтыс өте тартымды өтті. Үлкен рухани азық алдық. Ең бірінші Болашақ сарайының ұжымына Айнагүл Қыдырбайқызы бастаған ұжымына үлкен ризашылығын білдіреді. Менің 70 жасқа толуым орай осы мекемеде 10 күндік өткізілді. Ол мен үшін үлкен мәртебе, үлкен ғанибет. Әрине осы ғұмырымызда, бар саналы ғұмырымызда елге, халыққа айтқан сөзіміз жарап жатса, істеген ісіміз жарап жатса, сол кейінгі өзімізден кейінгі қарындастарымыз ағалап жатса, ол кез келген қайраткердің, кез келген тұлғаның бақыты деп есептеймін. Сондықтан осы ұжым үлкен елге, халыққа, Көкшетау халқының үлкен ризашылығын білдіремін. Жабал ағамыздың құрметіне өткен аймақтық ақындар додасы өте жоғары нәтижелі болды деп есептейміз. Елдің түкпір-түкпірінен келген ақындар ерді ғана емес, елдікті де, бірлікті де, татулықты да жырға қосты. Бүгінгі айтысты ұйымдастырған Болашақ сарайының қыз жігіттеріне үлкен алғысымызды білдіреміз. Болашақпен болашағымыз баянды болсын.